Дана апай, саламатсыз ба? Наурызды қалай қарсы алдыңыз? Ой, сандуғаш, керемет. Осы бар ғой, жыл өткен сайын маған наурыз ұнап келе жатыр. Мен кеше сол наурызда Ғалия Балтабаймен кездестім. Ғалия деген кім дейсің ғой? Ғалия деген әлгі радио журналист, осы Астанадағы радионың бастығы болған, кәдімгідей барлық кітаптары, том-том кітаптары бар. Бірақ біз Павлодардың әлгі қазақша білмейді деп жүрген қазақтарымыз ғой. Сондай керемет жақсы журналист. Бірақ жас кезімізде сөйлесуге уақытымыз жоқ екен. Ғалия, қалайсың? Амансың ба? Жақсы ма? Иә, жақсы. Бізге интервьюға келіңіз дейді. Біз бара саламыз, интервьюімізді береміз, кетеміз. Ал енді осы жолы адамна демалыста отырып бірін-бір көргенде мүлдем басқаша көреді екен. Ғалия да маған, енді шай ішейік дейді. Ой, ішейік. Кафеден емес, кафенің керегі жоқ. Үйден ішеміз. Ғалияның үйінің жанына келіп қалыппыз, үйіне кірдік. Қандай тамаша, журналист деген адам, журналист қой. Барлықтары сөйлеп тұр, қабырғасына дейін. Әрбір сүгіреттері сөйлеп тұр. Мінекей, адам үйінде болу керек екен ғой. Соныменен қандай күшті жақсы отырыс болды. Енді әсіресе осы аз уақытта біз үлкен тақырыптарда сөз қозғадық. Әсіресе қаншама үлкен кітаптар, енді менің де кітабым шығып жатыр, оның да кітаптары шығып жатыр. Қаншама үлкен әңгімелер, бәлен жыл журналист, белгілі, әлгі қазақша білмейтін қазақтар ғой дейтін, Павлодардың қазақ болса мендей бол дейтін нағыз қазақ журналистеріміз ғой біз енді, Құдайға шүкір. Соның біреуі міне Ғалия Балтабай. Соныменен мен қазіргі күні мен оны мүлдем басқаша көрдім. Басқаша, уақыт бар, ойымызды, санамызды қарап. Әсіресе маған том-том кітаптардың ішінен ең ұнағаны мына кітап болды ғой, мына кітап. Сары қыз. Ғалия Балтабай. Енді бұл сары қыздың тура балаларға өзім осы кітапты 2-3 рет оқыдым кешеден бері. Қайта. Мынаған бар ғой, біздің өміріміз бірдей ғой. Керемет жақсы жазылған. Балаларға да өте қызықты деп ойлаймын. Өте қызықты. Мынау өзінің балалық өмірі, тіпті анасының ішінде жатқанда қаншама күн кешкені, түрмеде отырып шықтық дейді. Енді сол кездің саясаттарының барлығы осында, соны балаларға балалардың тілімен айтып бергенде керемет, өзім бәлен рет оқыдым. Енді мына қарашы суреттері. Мінекей, иін ағашпенен су тасып жатыр. Мен де тасығам. Мына жерде міне әлгі жаңағы шешесінің ішінде шөліп болғанда жұмысқа шықпады деп отырғызып қойыпты. Міне балалық шағы біздің сол кездегі. Мына жерде сары қыз, сары шымшық деп, сары шымшығым деп, өзі енді кішкене менің бойым өспей қалғанда сол ғой деп қояды. Жоқ, бойы да бар, ойы да бар, түрі де бар. Астананың мынау радиосының белгілі журналисі, бәрімізден де интервью алып келген адамдардан. Сол кезде кездескенде біз сөйлесе де алмайды екенбіз. Біріміз шай ішейік деп отыруға да уақытымыз жоқ екен. Интервью алады, береміз, кетеміз, шауып тағы басқа. Осы жолы жүр шай ішейік. Мінекей барып шай ішіп, тамаша. Мына кітапты мен бәлен рет қайта оқыдым. Енді мынаның ішіндегі өмір балаларға өте қызықты болу керек. Өте. Өйткені балаларға біз қанша айтсақ та түсіндіре алмаймыз. Менің өзіме қызық. Мынау енді мұның барлығын айта бермей қояйын мен. Өте жақсы жазылған, жақсы журналист. Ол белгілі, оны менен мақтау күтіп тұрған жоқ. Біз әлгі Павлодардың қазақша білмейтін қазақтар ғой дейтін қазақтар емес, қазақша осылай білу керек дейтін қазақтарымыз. Сондықтан мақтанам. Ғалияның
осындай мықты журналист екенін, павлодарлықтар нағыз қазақтың кім екенін көрсетіп жатқанын. Мінекей қуанып екеуміз кітаптарды қайта оқып, шайымызды қанғанша ішіп, үйінің қабырғасының бәрі сөйлеп тұр. Бәрі тарихты айтып тұр, өмірді айтып тұр. Жақсы, тамаша тұр. Енді одан кейін жетістігіміз деу керек енді. Қазір ол да демалыста ғой, мен де демалыста. Бұрын шай ішейік дегенде ойбай уақыт жоқ. Тек интервью алуға шақырады, барамыз, айтамыз, кетеміз. Ал қазір шай ішейік дейміз. Енді мен де шай ішейік деп барлығын шақырып жатамын. Сондықтан қазір шай ішіп біз неше түрлі жақсы әңгімелер айтамыз. Өзім қатты ризамын. Осы жолғы Наурызым менің мүлдем басқаша. Өйткені асықпай әңгімелесуге мұршағы болды. Сондай ойымыздағылардың бәрін айтып, енді қазір ойымыз мүлдем басқа екен. Басқа. Неше түрлі қызықтар бар екен ғой. Бар. Енді біз тамаша өмірдің жоспарлары бар. Әлде жазып жатырмыз, айтып жатырмыз, соңымыздан ертіп жатырмыз. Біз жаңғырған Қазақстанның, жаңа Қазақстанның апаларымыз. Ал енді біздің көргенімізді қалай жеткіземіз? Қалай бұлай айта бергенде кішкене балаларға қызық емес екен. Ал енді мынау сияқты айтқанда менің өзіме де қызық болып кетті. Осының бәрі мен де, тіпті мен одан да көп көрген шығармын. Өйткені мен дәл соғыс, мен туа салысымен соғыс басталды. Ғалия соғыс біткеннен кейін соның енді кішкене салқыны ғой деген сияқты болды. Ал мен соғыстың өзінде де. Бірақ біз ойламаппыз, ойпырмай біз кеміп жүр екенбіз ғой деп. Біз жанымдағы кісілердің бәрін мен жеңіске болып, жеңіп, батыр қыздары болып, осы мен қазақпын, қазақ болсам осындай бол дейтін болдық қой. Сондай, сол Павлодардың осындай қазақтарына болғаныма қуанамын. Енді арғы жағым Баян ауыл ғой, бірақ өзім туып өскен осы Павлодар. Сосын осы сияқты Павлодардың мықты журналистері, анау Шолпан, Байғалина, ақындарымыз да бар, бәрі бар. Соның бәрі Павлодардан шыққан ғой. Солар бәрі қазір бас қосқанда бұрынғыдай емес, ашығыс емеспіз. Қазір кездесеміз, шай ішеміз, әңгімелесеміз. Сондықтан шай ішейік, дастархан басында кездесейік деп қоштасамыз. Осылай келіңіздер, бізбен бірге шай ішіңіздер. Керемет, рахмет.